Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мерекелі мамыр. Музыка оқулығының 138 бетіндегі суретке қараңыз. Балалар, біз мамыр айындағы халқымыз үшін қастерлі мерекелердің бірі 9 мамыр, ұлы жеңіс күні екендігін білеміз. Олай болса, берілген бейнежазбаға қарай отырып, ұлы жеңіс күні жөнінде әңгімелеп, өзінің ерлігімен отанын қорғаған қазақ майдангерлерін еске түсірейік. Ұлы жеңіске жету жолында 500-ге жуық қазақстандық Кеңес одағының батыры атағын алды. Талғат Бигелдинов, 2 мәрте Кеңес одағының батыры. Қазақстандық батыр ұшқыштар: Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский. Сұлтан Баймағамбетов пулемет амбразурасын кеудесімен жапты. Ленинград қоршауын бұзып өту кезіндегі Синявин жоқсы. Мәлік Ғабдуллин, батыр панфиловшы, жазушы. Жасағымен қоршауға түсіп, жауға тылдан шабуыл жасады. Жауынгерлерін аман алып шықты. Бір шайқаста оның ротасы неміс гарнизонына шабуыл жасады. Жаудың саны 4 есе көп болды. Төлеген Тоқтаров, батыр панфиловшы. Ішінен ауыр жараланған ол, жау шабуылын жалғыз өзі тойтарды. Оғы таусылған соң, қолма-қол ұрысқа көшті. Қасым Қайсенов, батыр партизан, әйгілі диверсант барлаушы. Жау тылына түсірілді. Украина, Молдавия, Чехословакия, Румынияда партизан қозғалысын ұйымдастыруға қатысты. Қыздар арасынан шыққан Кеңес одағының батырлары айрықша мақтанышымыз. Мәншүк Мәметова, пулеметші, Кеңес одағының батыры атанған тұңғыш қазақ қызы. Ауыр жараланса да өлімге бас тігіп, жалғыз өзі фашистердің шабуылын тойтарды. 5 сағат бойы оқ жаудырып, қарауластарын қорғады. 21 жасында қайтыс болды. Әлия Молдағұлова, мерген, Кеңес одағының батыры. Жаудың 78 әскерінің көзін жойды. Жараланса да қоян қолтық ұрысқа түсті. Жауынгерлерді 6 рет шабуылға бастады. 19 жасында қаза тапты. Хиуаз Доспанова, Қазақтан шыққан жалғыз ұшқыш қыз еді. 300 рет жауынгерлік ұшу сапарына шықты. Түнгі Мыстандар эскадрильясының атқыш штурманы. Кукурузник аталған ағаш шақпен түнде ғана ұшты. Рақымжан Қошқарбаев, лейтенант. Қатардағы жауынгер Григорий Булатовпен бірге жауынгерлік қызыл туды Рейхстагқа бірінші болып тікті. Жеңіс күні музыкалық шығармасы қандай музыкалық жанрда жазылған? Музыкалық шығарманы қандай аспаптармен орындаған? Қалай ойлайсыз? Салтанатты үлкен шерулерге қандай оркестр қатысады? Әскери оркестр құрамына кіретін аспаптар: тромбон, саксофон, туба, труба, валторна, гобой, кларнет, фагот, флейта.
үлкен барабан, тарелка, кіші барабан.